Сүйген адамыңызды ренжіту үшін сізге батылдық қажет емес. Кейін кешірім сұрау үшін батылдық қажет. Әрқашан кешірім сұрамайды кінәлі адам. Қарым-қатынасты бағалайтын адам ғана кешірім сұрайды. Ешкімге ештеңе айтпауды үйрену керек. Сонда сізде бәрі жақсы болады. Туыстармен қарым-қатынас анықтаудың қажеті жоқ. Оларға тек жақсы көретініңді айтыңыз. Егер сіз бүкіл әлемді бақытты еткіңіз келсе, үйге қайтыңыз және отбасыңызды жақсы көріңіз. Кедергі жасайтын адамдан сақ болыңыз, өйткені ол өзінің артықшылығын көрсетуге тырысады.